2009 жылы біз ешкімнен ұсақ түйек нәрсеге шыдамайтын, өз ісіне берілген үздік студент Бек Су Чонды кездестірдік. Сыныптастары оны анасының жоқтығы, ақшасы немесе әлеуметтік жағдайы туралы ренжітіп, мазақ етеді. Бірақ Су Чон шегінетін адам емес. Ол өткір тілімен және қатты терісімен күреседі. Дегенмен, ол ешкімге мұқтаж емес сияқты әрекет етсе де, іштей ол соншалықты тәуелсіз болмағанына өкінеді және оның сүйенетін адамы болуы мүмкін. Бұл қиын болған кезде сенуге болатын алғашқы махаббат. Үйде оның інісі Су Бин күні бойы бейне ойындарда отырады. Ал олардың әкелері бала тәрбиесімен айналысу үшін тым бос емес. Осылайша Су Чон жалғыз қалады. Ол үнемі Су Бинге ренжіп, тамақ әзірлеп, қалғанының бәрін жасайды. Оның ойынша достарының рейтингі төмен болғандықтан, оны мазақ еткенін естігенде, ол араласуға бел буады. Ол күндіз-түні ұйқысыз жұмыс істеуге тура келсе де, оны 3 күннің ішінде деңгейге көтеруге батыл уәде береді. Ойын барысында оның жолдары 22 жасар Қара Айдахар есімді ойыншымен қиылысады. Ол небәрі 19 жаста болғаны үшін оған бірден көлеңке түсіреді. Оның дөрекі мінез құлқына қарамастан, олар басты зұлым кейіпкерді жеңу үшін бірігеді және ол тіпті шайқастың ортасында оны құтқару үшін араласады. Және осы хаостың бір жерінде ол сезімдерді басып алады. Қара Айдахар оны басқа 3 ойыншыдан тұратын өлім шабуылы командасына қосылуға шақырады. Алдымен олар оны емші пайдаланушы аты үшін мазақ етеді. Бірақ ол өзінің қыз екенін көрсеткенде, ол лақап атын Құлпынай деп өзгертеді және ол мен Қара Айдахар арасындағы ойнақы мазақ тек күшейе түседі. Олардың ойындағы өзара әрекеттестігі назардан тыс қалмайды және Су Чон барлығының назарынан ләззат алып, төмен профильді сақтайды. Олар ойыннан тыс уақытта ойнауды және мәтіндік хабар алмасуды жалғастыра бергенде, екеуі тереңірек деңгейде жақындай бастайды. Ол өзінің өмірі туралы әңгімелейді, ата-анасы жоқ екенін мойындайды және жиі жалғыздықты сезінеді. Олар бірте-бірте үнемі әңгімелесу мен түнгі ойын ырғағына еніп, бір-бірінің қасында болуға уәде береді. Содан кейін ең маңызды сынақ келеді. Өйткені команда шынайы өмірде кездесуді жоспарлайды. Онда әркім өз рөлінде өзін көрсетеді. Ultimate Pro өзінің аватары сияқты қорқынышты Q-тип эмодірілдерін шығарады. Ал Бинбак жұмсақ әрі сүйкімді. Барлығы Қара Айдахар мұндай іс-шараларға ешқашан қатыспайды деп әзілдейді. Бірақ олар оның Су Чонға ерекше жағдай жасайтынына сенеді. 15 жасар рок жұлдыз еліктегіш кенеттен сахнаға шығып, жалған ән айтып жатқанда Су Чонның әлемі құлдырап кетті. Өйткені бұл Қара Айдахар. Ол өзінің сүйіспеншілігін барлығының, соның ішінде оның бұзақыларының алдында, көпшілік алдында мойындайды және ол ұялып қалды. Ол оны аянышты деп атайды да, қорланып қашып кетеді. Үйде жастығына жылап отырып, ол өзінің алғашқы махаббаты ұяттан басқа ештеңе емес екенін айтады. 24 жыл алға жылжып, Су Чон корпоративтік әлемде есептелетін күшке айналды. Директорларды өлтіруші ретінде белгілі. Ол қазірдің өзінде оның көзқарасымен келісе алмаған 3 жемқор директорды жұмыстан шығарды. Оның командасы оны құрметтейді және одан қорқады және барлығы келесі бақытсыз бастығының келуіне дайындалуда. Сонымен бірге Йен Сын тобының мұрагері және төрағаның жалғыз немересі Бонг Джу ең жасырын жұмыс істеп, корпоративтік сыбайлас жемқорлықты іштен жояды. Ол рок-музыкаға деген сүйіспеншілігін жасырып, отбасылық империяны қорғау үшін аянбай еңбек етіп, екінші орында тұр. Оның келесі тағайындалуы Су Чонның бөлімшесі болып табылатын Йен Сын әмбебап дүкенінің жаңа директоры болу. Оның хатшысы Бас Квон оған әжесінің дүкеннің пайдасы мен сатылымын арттырғысы келетінін және ол қазір маңызды қызметте болғандықтан, ол ережелерді қатаң сақтау керек екенін айтады. Чу Янның чемоданын алып жүргенін көріп, ол ұстануға тиісті ережелерді есіне алды. Ол әрқашан көпшілік алдында мінсіз болып көрінуі керек. Ешқашан оның беделіне нұқсан келтіретін ештеңе жасамауы керек және оның мінсіз кәсіпкер ретіндегі имиджіне нұқсан келтіретін жеке өмірінен бас тартуы керек. Чемоданда рок-топтың концертінде болған Чу Йенға арналған киім ауыстыратын киім бар екен. Ол билеп жатқанда Бас Кван оған қоңырау шалып, әжесіне төтенше жағдай туралы хабарлады. Чу Йен әжесінің артынан ауруханаға жүгіріп бара жатқанда, ол кішкентай жол апатына ұшырап, Су Чоннан басқа ешкім зардап шеккен жоқ. Ол оны елемеуге тырысады, бірақ ол оны оңайлықпен жібермейді. Ол оның алаяқ емес екеніне көз жеткізуге бел буып, оның артынан ауруханаға барады. Чу Йен оны таныдым деп ойлайды. Ал ол оны жай ғана флирт жасағысы келеді деп ойлайды. Ренжіген ол көпшіліктің арасында жоғалып кетеді. Чу Йен әжесімен бірге жұмысшының жерлеу рәсіміне қатысады және оның қайтыс болған жұмысшының ұлын жұбатып жатқанын бақылайды. Бұл көрініс оған әсер етеді. Өйткені ол әкесінің өліміне оны кінәлаған уақытты еске түсіреді. Содан бері ол мұрагер ретінде үлкен қысымға ұшырап,
арқанмен жүрді. Үйде ол өзінің дизайнерлік жатын бөлмесіндегі тегіс қабырғаның артына тығылған өзінің құпия отаку үңгірін паналайды. Бұл оның тыныс алатын жалғыз жері сияқты. Сонымен қатар, Су Чон қазір мейрамхананы басқаратын Ultimate Pro компаниясына хабарласып, Чжу Йен туралы, оның қалай сөйлейтіні және өзін қалай ұстайтыны туралы өте таныс нәрсе бар екенін айтып, бәрін біріктіре бастайды. Ол оның қара айдаһар болуы мүмкін екенін және оның жақсы емес екенін қорқынышты түсінеді. Келесі күні штаб пәтерде Чжу Йен Су Чонның дауысын естиді. Ол дәліздерде жаңғырып, қабілетсіз жүргізушілерден бастап, асханада нашар тамақтануға дейін барлығына шағымданады. Ол директор жоғалып кеткен сайын өзін ұстауға тырысатыны анық. Бұл жолы ол жаңа директормен тіл табысуға бел байлады. Жігіт Чжу Йен бұл арада барлығын сабырмен бақылап, бөлімнің жұмысын қалай жақсартуға болатынын жазып алады. Ал бас Квон оның бастамасына тәнті болды. Чжу Йен өзінің досы, бас дизайнер Ким Шин Ванды көруге тоқтады. Ол үнемі флирт жасайтын тәтті жігіт. Чжу Йен оны қолының ұзындығында ұстап, қызметтік істерден аулақ болуды ескертеді. Содан кейін Шин Ван кездейсоқ көйлегін былғап алған кезде қашып кетеді. Көп ұзамай Чжу Йен өзінің жаңа кеңсесіне кіреді. Команда Су Чонды қарсы алу үшін шынтағымен итеріп жіберді. Ол салқынқандылық танытып, кеңседе саясатқа кірісуді шешті. Бірақ ол ішке кіргенде, оның жейдесін ауыстырып жатқанын көріп, тоңып қалады. Оның арқасында үлкен айдаһар татуировкасы бар және оның иегі салбырап тұр. Бұл соқтығысып, қашып кеткен жігіт. Бірақ Чжу Йен аузын жабуға асығады. Ол жаңа ғана түсінгенін айта алмай тұрып, оны тоқтатады. Чжу Йен өз кабинетінде киініп жатыр. Тек ауысымның ортасында Су Чон күтпеген жерден кіріп кетті. Бұл сәт мүмкіндігінше ыңғайсыз. Әсіресе ол оның режиссердің атышулы өлтірушісі ғана емес, сонымен қатар оның көлігімен абайсызда қағып кеткен әйел екенін түсінгенде. Ең сорақысы, ол айқайлағалы тұрған сияқты. Сондықтан ол тез аузын жауып, оны сыртқа шығарады. Олар бұрын болғанның бәрін ұмытып кетуін талап етеді. Соған қарамастан, зиян келтірілді және ол оны ойша бір рет пышақтап, оған қарау керек деп шешті. Кейінірек Чжу Йен шоколадты латте алуға шығады. Өйткені ол тәттілерді жақсы көреді. Бірақ оның еркелеп жатқанын ешкім көре алмайды. Су Чон пайда болып, оны сатып алмақшы болады. Бірақ ол үрейленіп, қашып кетеді. Көп ұзамай ол кішкентай баламен шектеулі шығарылымдағы ойыншық үшін төбелеседі. Тек Су Чонмен қайта бетпе-бет келеді. Бүгін оның күні емес екені анық. Ол ойыншықты балаға құлықсыз береді. Ал Су Чон оны қуана бақылайды. Чжу Йен Су Чонды тым көп білемін деп ойлап, оны қауіп ретінде қабылдай бастайды. Кісі өлтіру мен қашу, татуировка жасау және оның рок-клубының құпиясы арасында ол оның ең үлкен үш осалдығын пайдаланады. Ол оны жұмыстан шығару идеясын алға тартты, бірақ бас Кван оны бірден тоқтатты. Сондықтан оның орнына Чжу Йен оны өз еркімен жұмыстан шығаратындай бақытсыз етуді шешті. Келесі кездесуде ол оның айтқанының бәрін таңдап алып, оған қатты ұрысты, бірақ Су Цзан салқынқандылығын сақтап, тіпті терлемей ақ шапалақтады. Алайда оның үлкен әпкесі онша әсер етпейді және ол оны тым көп сөйлегені үшін ұрсады. Ал шын мәнінде оны басқаларға қарағанда көп жұмыс істегені үшін ит деп атайды. Соған қарамастан, Су Чон кішіпейіл болудан бас тартады. Дегенмен ол бастығының және оның үздіксіз шабуылдарынан шаршағаны анық. Оның құрдастары осы уақытта Чжу Йен Икс Ванды команда арқылы Су Чонға кір жинау үшін жалдайды. Бірақ Син Ванның өз проблемалары бар. Атап айтқанда, оның иесі қызы. Егер ол кем дегенде басқа әйелдің қасында демалса, қызғанышпен қарайды. Флирт даяшы оны қызғанады және ол олардан тамақ ішетін жаңа орын табуды талап етеді. Инстаграмда мейрамханаларды іздеп жүргенде Син Ван кездейсоқ Ultimate Pro мейрамханасына тап болып, оның таңқаларлық фото жазуларын біртүрлі күлкілі деп тапты. Кейінірек Чжу Йен командалық кешкі асқа келіп, Су Чонды ішімдік ішуге шақырады. Команданың қалған мүшелері бәрі жақсы болады деп ойлап, оларды жалғыз қалдырады. Ішімдік ішуден туындаған төбелес кезінде Су Чон Чжу Йен оны жұмысқұмар болғаны үшін жек көреді деп болжайды. Бірақ ол оның іс әрекетін шынымен құрметтейтінін және оны жай ғана теңгерімсіз деп санайтынын мойындап, оны таң қалдырады. Бұл уақыт бомбасы. Оның мас болғаны сонша, ол шоколадты сүт сұрай бастайды. Су Чон жартылай таңырқап, жартылай абдырап, оған шоколад сатып алып, үйіне таксимен жібереді. Ол үйге келгенде әкесінің әлі жұмыс істеп жатқанын көреді және ол оны тоқтатуға тырысады. Бірақ ол қартайғанша әлі де жұмыс істей алатынын айтып, бас тартады. Келесі күні таңертең Чжу Йен Су Чоннан жеңіліп, мас күйінде көрінгеніне ренжіді. Әжесі оның қасына келіп, оны бұрап алуға шамасы келмейтінін еске салды. Естелік оның қаншалықты қатыгез болуы мүмкін екенін көрсетеді. Ол бір кездері оның балалық шағында көңілін қалдырғанда, ол өзінің жақсы көретін нәрселерін өртеп жіберді. Бас Кван оны тіпті онша мас болып көрінбейтінін және жақын арада оның мақұлдауына ие болатынын айтып, оны тыныштандыруға тырысады. Штаб пәтерде қазірдің өзінде қауесет бар. Барлығы Су Чон Ауттың жаңа директорды қалай мас еткені туралы айтып жатыр. Чжу Йен оның имиджінің бұзылғанына ренжіп, өсек аяңды естігенде, оны ұрып соғып,
оны бүкіл ұжымның алдында қорлайды. Су Чон ақыры бұзылып, егер оны шынымен жек көретін болса, оны жұмыстан шығаруға шақырады. Бас Кван оны шетке тартып, оған хабарланғанша суығанын ескертеді. Осы уақытта Янг есімді командалас Су Чонға Чжу Йен шын мәнінде олардың компаниясының мұрагері деген қауесет бар екенін ескертеді. Оқиғалардың қалай өрбігеніне ашуланған Чжу Йен Ванға кір жуу үшін хабарласады. Бірақ ол тек Су Чонның өте еңбекқор екенін білді. Екінші жағынан, Су Чон өзінің бопсалауымен айналысатын кез келді деп шешті. Ол жұмыстан кейін Чжу Йеннің соңынан еріп, оны Рокмен студиясында жасырын рок-клубта тауып алады. Ол жерде ол басқа адам сияқты шынымен бақытты көрінеді. Ол суретке түсіп, оны оған жібереді. Бірнеше минуттан кейін Чжу Йен оның үйіне есі ауысып, терлеп тепшіп келеді. Әкесі оларды кездесіп жүр деп ойлайды. Бірақ Чжу Йен тек бизнеспен айналысады. Ол оған фотосуретті жою туралы келісім шартты ұсынады, және оның орнына, егер ол оның толық иелігінде болуға келсе, оның тұрақты жұмысына кепілдік береді. Ол оған еш ойланбастан қол қояды, бірақ оның атын атағанда неге ренжігенін білгісі келеді. Дегенмен, ол жұмыста өзінің жаңа иммунитетін тойлаумен тым бос емес, оған назар аудара алмайды. Бірақ мереке ұзаққа созылмайды. Чжу Ян келісім шартқа байыпты қарайды. Өйткені ол оған сенбейді және оны мұқият қадағалап отыру керек деген сылтаумен оған қоңырау шалып, оны кез келген жерге сүйреп апарады. Бұл бақылаудан шығып кеткені сонша, ол тіпті оны өзімен бірге дүкенге апарып, оның киім киіп көргенін көруге мәжбүр етеді. Ол тым ұзақ тұрып, біреуін қарап тұрғанда, ол оны киюді шешеді. Сонымен қатар оған да сәйкес көйлек жалдайды. Мұның бәрі сол түні ресми іс шараға арналған. Синхуанға келетін болсақ, ол Ultimate Pro мейрамханасында велосипедшінің дөңгелектерінің астына түсіп кете жаздады. Ultimate Pro оны оңай құтқарады және оның күшіне таң қалады. Оның құрбысы пайда болып, оны бірден жымиғаны үшін алдады деп айыптайды. Бұл драмадан шаршаған ол онымен ажырасып кетеді және ол онсыз да бақытты болады деп үміттеніп, бұл туралы сабырлы түрде айтады. Ол Ultimate Pro өзін алаяқ деп санайма деп ойлағанда, ол алаяқтар тек алдайтындар ғана екенін айтып, иығын көтереді. Негізгі дуэтке оралсақ, Су Чон мен Чжу Йен чибол мұрагерлеріне толы сәнді кешке қатысады. Чжу Йен өзінің элиталық ортасындағы ескі бұзақыларды байқайды. Олар оны тым қарапайым және қорқынышты әжесі үшін мазақ етеді. Олар оны мүлде құрбысы бар ма деп мазақ етеді. Бұл арада Су Чон тамақ іздеп жатыр. Кездейсоқ кейбол жігіті оны қоңырау шалған қыз деп қателесіп, өзін таңуға тырысады. Ол қарсылық көрсетеді, ал ол оны ұру үшін қолын көтереді. Бірақ Чжу Йен дәл уақытында пайда болады. Ол жігітті бассейнге лақтырып жіберіп, Су Чонның қолынан ұстап алады. Сосын барлығының көзінше оны сәби деп атайды. Су Чон оны сәби деп атағаннан кейін, Чжу Йен бірден жігітпен сөйлесіп тұрғандай кейіп танытып, «Иә, әрине, бауырым» деп артқы аулаға шықты. Су Чон қатты аш, сондықтан Чжу Йен оны құлықсыз кафеге апарады. Ол сүйкімді тұлыптың сыйлығына алаңдап, оны үйіне жібермес бұрын, оның дәмін жасырын түрде мақұлдайды. Үйіне қайтып келгенде, Су Чон қымбат көйлегін шешіп, электр қуатының үзілуін нағыз кәсіпқой сияқты жөндеп жатыр. Ол лицензиясы бар электрик болып шықты және мұны тек әкесіне көмектесу үшін жасады. Құрмет көрсет. Сонымен қатар, мейрамханада Син Ванг Хачинге, яғни Ultimate Proға өз бизнесін онлайн режимінде ілгерілету үшін апаттық курс өткізіп жатыр. Олардың қолдары бір-біріне тиіп тұр, ұшқындар ұшып жатыр және олар қазірдің өзінде кездесіп жүргендей артқа қарауға уақыт жоқ. Келесі күні таңертең ол оның ата-анасымен кездесу туралы ұсынысын қабылдамайды. Кейінірек оның ата-анасы оны махаббат үшін жұмыстан кеткені үшін қуырады. Ол орта мектептегі сүйіктісіне үйленді, бірақ алданып қалды. Ажырасып кетті және қазір банкротқа ұшыраған мейрамхананы басқарады. Жұмыста Чжу Йен әдеттегідей ашуланшақ әрекет етеді. Құрғақ тазалауға берілмеген көйлегін таңдайды. Бірақ оның сыртқы түрі оған ұнайтын сияқты. Бірақ кездесу кезінде олар күтпеген жерден сөйлеседі. Ойлары бірдей, идеялары бірдей. Ал команда шошып кетті. Олар өздерінің ребрендинг жобасын іздеу үшін әмбебап дүкенге барады және күннен қорғайтын көзілдіріктерінің сынғанына ашуланған жігітке тап болады. Чжу Йен оған ұрыспақшы болады, бірақ Су Чон адамдармен қарым-қатынас жасау дағдыларын пайдаланып, оны тыныштандырады. Бұл жігіт Чжу Йеннің сүйікті рок әншісі екені белгілі болды. Су Чон қолтаңба мен селфи оған арналғандай кейіп танытады. Ал Чжу Йен үнсіз қозғалады. Ол өзінің хоббиінен ұялмау керектігін айтқан кезде одан сайын әсерленеді. Кейінірек Чжу Йен Кванға оны енді жұмыстан шығармайтынын айтады. Ал Су Чон өз кезегінде командаға өзінің шын мәнінде лайықты бастық екенін айтады. Сол күні кешке ол оны жұмыста кеш тауып алып, үйіне қайтуды бұйырды. Әрине, дөрекі, бірақ мақтау ретінде оған бұл көйлекті өзіне сақта. Өйткені ол әдемі. Кейінірек ол рок жұлдыздың қолтаңбасын өзінің құпия нерттер үйінде сақтауға тырысады.
Өйткені Син Ван тамақ пен махаббат мәселелерімен келеді. Ол Чжу Еннан тағдыр туралы сұрайды. Бұл оның құлпынай тәрізді психикалық жарақатына не себеп болады? Чжу Ен оған ешқашан ғашық болмауды ескертеді және мазақ еткенде оны қуып жібереді. Чжу Ен әпкесі Ха Джиннің жаңа дүкеніне барады. Бірақ оның жаңа коллекциясының жеткізілгені туралы хабарламаға алаңдайды. Су Чжунның сөздері оның санасында жаңғырып, ол шын мәнінде жымиды. Сула мейрамханасында Ха Джин қара айдаһардан экстравагантты тосын сый алады. Оған гүлдер, робот және мұздан жасалған мүсін кіреді. Су Чжун бұл туралы біледі және ашуланады. Өйткені ол Ха Джиннің Чжу Енмен әлі де жасырын түрде онлайн ойын ойнап жүргенін біледі. Жұмыста Су Чжун мен Чжу Ен ақыры бір-біріне жақындай түседі және олар бір лифтпен жүреді. Ал Су Чжун оны ақылды сағаты үшін мазақ етеді. Ол оның білегінен ұстап алады. Жағдайы шиеленісе түседі. Олар бір-бірінің көздеріне қарайды. Кенеттен Кван қашып кетпек болған кезде Чжу Еннің кездейсоқ соққыға жығылғанына куә болу үшін дәл уақытында кіреді. Олар шектеулі шығарылымдағы қызғылт ойыншықты байқайды. Ал Чжу Ен дүрбелеңге түседі. Өйткені оның үйінде де осындай нәрсе бар. Ол өзінің ойыншығы екеніне көз жеткізу үшін үйіне асығады және оның ойыншығының да орнында жоқ екенін біледі. Ол үрейленіп жатқанда бір күні кіші Чжу Ен Су Чжун одан бас тартқаннан кейін жүрегі жараланып үйге оралғанын, ал қатал әжесі оның киімдері мен ойыншықтарына ашуланғанын еске түсіреді. Ол оның өліміне оның хоббиін кінәлап, бәрін, соның ішінде ата-анасы сыйға тартқан ойыншықты өртеп жіберді. Қазіргі уақытқа оралғанда, ол кейінірек ойыншықтың үйде әлі де бүтін екенін және үлкен дағдарыстың алдын алғанын біледі. Бірақ кеңседе ол кездейсоқ команданың ойыншықтан айырылған жұмбақ адам туралы әзілдерін естиді. Ал Чжу Ен ашуланады. Ол Су Чжунды екі жүзді деп атайды. Оның жылы сөздері оған бір нәрсені білдіретінін айтады және көйлекті қайтаруды талап етеді. Бұл мәселе оны сатып жібергендіктен. Чжу Ян оған бәрібір достар керек емес деп ашуланады. Ол розетканың дұрыс жұмыс істемеуіне байланысты тез сөніп қалатын жаңа шырағданының пайда болуымен жұбатады. Бұл карма. Ол жоғары бағаланған аппараттық құрал нөмірі 1 тұрмыстық техника дүкенін тауып, жөндеуге сұраныс жібереді. Әрине, бұл Су Чжунның әкесіне тиесілі және ол телефонға жауап береді. Чжу Ен өзінің гаражынан не болып жатқанын бақылап, аты жөнін жасырмауға тырысады. Бірақ Су Чжун құпия бөлмеге кірген кезде қолтаңбаны көреді және оның бейнебақылау камерасындағы бетін көреді. Ол оны тоқтатуға асығады, бірақ тым кеш, өйткені ол есікті ашып, ішке кіріп үлгерген. Жан түршігерлік естелікте Чжу Еннің ата-анасы оны аниме іс шарасына апарып жатқанда жүк көлігі соқтығысып қалды. Олар қайтыс болады. Ал оның мұздай суық әжесі апатқа оны кінәлайды. Бір күні ол оның жылап жатқанын көреді және сол сәттен бастап оның мақұлдауын алуды шешкені үшін өзін кінәлі сезінеді. Өзіңізді осы уақытқа дейін жеткізіңіз. Чжу Ен Су Чжун кездейсоқ кіріп кеткен отаку бөлмесі оның жиеніне тиесілі екенін айтып, сабырлы болуға тырысады. Ол сенбесе де, оны қуырудың орнына оның бұл жасырын жағын білгеніне қуанышты екенін айтады. Ол кенеттен сүрініп кеткенде, ол оны көтеріп алады. Ол оның сынған шанышқысын жөндеумен аяқтайды. Әдеттегідей, құралдар жинағы бар патшайым. Және ол қарызға алған көйлегін сатқанын мойындағанда, ол оны сақтай алатынын таңқалдырады. Содан кейін оған қоңырау шалып, әкесінің тобығы сынғанын айтады. Чжу Ян оны ауруханаға апаруды талап етеді. Есеп шоттарын бастық сияқты төлейді. Тіпті Бек мырзаны ерекше маңызды адамдар бөлмесіне ауыстырады. Кетер алдында ол оның ақырын жылап тұрғанын көреді. Кейінірек ол оған нәзік рахмет деп ызым жібереді. Су Чжунның ағасы Су Бин кіріп келеді. Ол серуендеп, хаос айтып жатыр. Ол азаматтық құқық емтиханына дайындалып жатыр және өзін әдеттегі тітіркендіргіш ағасы сияқты ұстайды. Оны бастығымен кездесуі мүмкін деп мазақ етеді. Бірақ ол қатты қорқады. Өйткені Чжу Ен онымен құрдас. Кейінірек Чжу Ен әкесіне сыйлықтарын және бір кездері ата-анасы сыйлаған жұмсақ ойыншығын алып келеді. Осы уақытта кеңседе қарт әйел өз бөлімінен сирек кездесетін ойыншықты алып жатқанда, команданың жақтары салбырап тұр. Бұл жай ғана баланың ойыны емес екен. Үйде байек отбасының шынымен жақсы сәттері болады. Су Бин Су Чжун күйіп қалмас үшін әкесіне қамқорлық жасауға көмектесуді ұсынады. Ол өзінің құрал-саймандар жинағын Чжу Еннің үйінен алып, бүлінген көйлегінің орнын толтыруға тырысады, бірақ ол оны алмайды. Осы кезде оның көлігі жұмысын тоқтатады. Чжу Ен оған апатқа ұшырап қаламын ба деп қорқып, оны жөндеп беруін айтады. Олар күтіп тұрғанда, олар анасы туралы әңгімелесті. Ол оған жағдайды шешудің басқа жолдарын табуға кеңес береді. Мысалы, ойнау. Ол алданғанша бұрын ойнағанын мойындайды. Жөндеу жұмыстары мәңгілікке созылатындықтан Чжу Ен оған құлықсыз қабылдайтын сәнді көлігін қарызға береді. Чжу Ен кездесуге бара жатыр.
бірақ бала планшетті тастап, оны маңызды жұмыс туралы есептің жалғыз цифрлық көшірмесімен бірге сындырады. Ол Су Чонға компьютерінің құпия сөзін сыбырлауға тырысады, бірақ ол оны естімейді. Шарасыздықтан ол Орува Акума ия деп айқайлайды. Ия, бұл Dragon Ball Z сілтемесі. Бұл аздап қорқынышты, бірақ ол жұмыс істейді. Ал кездесудің бір қалыпты өткені сонша, тіпті әжесі де оған реквизиттер береді. Әрине, күлімсіремей. Басқа жерде Синхуан Сулуға Ха Цин мейрамханасына кіріп, ол туралы ойлауын тоқтата алмайды. Ол өзінің суретін түсіріп, оны кездесуге шақырады. Бірақ ол күліп, одан бас тартады. Бұл оның өміріндегі алғашқы бас тартуы. Су Цан болса, Чжу Еннің аниме құпия сөздерін айқайлағанына күлгенін тоқтата алмайды. Ағасы оны эксцентрик деп атайды, бірақ оған бәрібір. Жұмыста ол Чжу Енға шоколадты сүтті, оның тыныштандыратын сусынын ұсынады, және ол ақырында оның құпиясын біреудің білгеніне риза екенін мойындайды. Ол қара айдаһарға дәл осылай айтқаны есінде. Сол түні Чжу Ен Ха Цинге тап болады. Есіңізде болсын, 2014 жылы ол ақшқа кетер алдында одан кешірім сұрап, олар енді кездесе алмайтынын айтты. Бірақ ол оны қалуға және анда-санда онлайн шайқастарға қатысуға көндіреді. Қазіргі уақытта ол онымен кездесуден аулақ болып, оны мейрамханада жалғыз отыруға мәжбүр етеді. Олар телефонмен сөйлесіп жатыр. Ол оның жағдайды неге сонша драматизациялап жатқанын түсінбейді. Ол жай ғана маған оны көпшілік алдында көрсетпеуімді айтады. Содан кейін ол бас тартады. Біраз уақыттан кейін Су Чон ішке кіріп, Ха Цзинмен сөйлеседі. Оның режиссері қара айдаһар екенін білмейтіні белгілі болды. Ха Цзин бірдеңе дұрыс емес екенін сезіп, кездейсоқ Су Чонның бастығына ғашық болып қалғанын сұрайды. Кейінірек Ха Цзин өзінің жаңа тағамының суретін жариялайды. Ал Шин Ван оны бірден ұнатады. Содан кейін біз оның отбасына көшеміз. Оның ата-анасы бір-біріне ессіз ғашық, және ол оның қалай бойдақ болып кеткеніне таң қалады. Кеңсеге оралғанда Су Чон Чжу Енға ребрендинг жобасы үшін сәтсіз брендтерді таңдау туралы шешіміне көпшілік алдында қарсы шыққанда шиеленіс күшейе түседі. Басқалардың бәрі оның шешімін қабылдайды, бірақ сюжетте бұл сынақ болды. Ал Су Чон оны жалғыз өзі қабылдады. Ол әлі де ашуланады, әсіресе осы қара айдаһар оқиғасынан кейін. Чжу Ен шоколадты сүті үшін алғыс ретінде оның көңілін көтеруді ұйғарып, оны ойын залына сүйреп апарды. Олар барлық мүмкін ойындарда бетпе-бет кездескен кездегі абсолютті хаосты елестетіп көріңізші. Көңіл көтерудің ортасында Ха Цзин қоңырау шалып, Су Цанның бастығымен бірге екенін білгенде оларды кешкі асқа шақырады. Ол жаққа бара жатқанда Су Цанның аяқ киімінің бауын шешіп алған. Чжу Ен оны байлауға көмектесу үшін тізерлеп отырады. Ал екеуі бір-бірінің көздеріне қарап, үлкен шиеленіс тудырады. Ха Цзин кенеттен Су Чонға қоңырау шалып, оған келмеуін айтады, өйткені қара айдаһар келді. Бұл Су Чонды есеңгіретіп тастады. Белгілі болғандай, Ха Цзин Чжу Ен мен Су Чонды мейрамханасының дәл сыртында көрген. Ол үрейленіп, Су Чонға ескерту жасады. Ол Чжу Енді ұстап алып, оны жасырыну үшін алияға сүйреп апарды. Ха Цзин алғашында абдырап қалды, бірақ кейін Су Чонның бастығы қара айдаһар екенін түсінгенде бәрі анық болды. Жасырынып жүргенде Су Чон Чжу Енға өзінің алғашқы махаббаты Арамза қалаға оралғанын айтады. Дүрбелең кезінде ол кездейсоқ оның кеудесінің қаншалықты қатты екенін байқайды. Ал Чжу Ен болғандықтан осы сәтті пайдаланып, мақтау сөздерін айтады. Ол оны аялдамада күтіп тұр. Ал кетер алдында ол оған ойын автоматында ұтып алған ойыншығын береді. Ол бір кездері ата-анасы сыйлаған ойыншықпен бірдей жалған Тогенджи. Ол оның жалған екеніне шағымданады, бірақ оны қайтарудан бас тартады. Келесі күні Ха Цзин Су Чон мен Чжу Еннің арасында не болып жатқанын шешуге тырысады. Су Чон Чжу Ен өзінің алғашқы қорқынышты әсеріне қарамастан өте лайықты қыз болып шыққанын мойындайды. Бірақ қара айдаһар туралы сұрағанда, ол оның өзгеруі мүмкін екеніне сенуден бас тартты. Кейінірек Ха Цзин Син Ванның Чжу Енмен бірге жүргенін байқап, оны бірден тартып алады. Біз Син Ванның Чжу Енға ойындармен алғаш рет таныстырғаны туралы естелікті көреміз. Чжу Ен бұрын сүйкімді және көңілді жігіт болған, бірақ Су Чон оны қабылдамаған соң, ол эмоционалды түрде толығымен жабылды. Қазіргі уақытқа оралсақ, Ха Цзин Син Ванға осы келеңсіздіктер туралы айтып береді. Екеуі де Чжу Ен мен Су Чон бір-біріне ғашық болып, шындықты білсе, бұл толық апат болатынын түсінеді. Бұл арада Су Чон өзінің жалған Тога Энгиді көргенде ақырын жымиды. Ал Чжу Ен түпнұсқаның қасына жалғанды қояды. Бірақ қазір ота жасайтын кез келді. Олармен ажырасып кет. Өйткені Син Ванг Су Чонға әріптесімен ұйықтауды ұсынып, жұмыста олардың арасына сына жүргізуге тырысады. Ол Чжу Еннің кеңседе кездесуі болмайды деп үміттенеді, бірақ бұл кері нәтиже береді. Өйткені Чжу Ен Су Чонның оны шынымен жақсы көретінін армандай бастайды. Бұл арада Ха Цзин Су Чонға жаңа назар аударамын деп, өзінің мейрамханасында жалғыз басты жігіттерге тегін тамақ ұсына бастайды. Би алаңында нана сүрініп, Су Цанға
Хванның ол туралы сұрағанын айтады. Қызығушылықтан Су Цзан онымен кездесуге жазылады. Әрине, Чжу Йен бұл туралы біліп, бірден іске қосылады. Ол кафеге оның күлгенін, ең жаманын болжап, жүрегі сыздап кетіп бара жатқанын көру үшін дәл уақытында келеді. Бірақ Су Чжон Син Ванг оған саботаж жасап жатыр деп ойлайды және оған тікелей қарсы тұрады. Чжу Йен бұл арада әлі күнге дейін өзінің кездесуіне алаңдап, үйіне ескертусіз келеді. Ол оған X Ванның ойыншы екенін және ол одан да жақсысына лайық екенін ескертеді. Ол оның қамқорлығына қатты әсер етіп, түсініспеушілікті жояды. Ол ойнақы түрде, егер ол X Ванды шынымен ұнатса, қандай болар еді деп сұрайды. Чжу Йен толқып тұр, бірақ бұл оған ұнамайтынын мойындайды және бұл оны ойландырады. Жұмыста Су Чжон олардың бастығы Ганган Фарм брендін жаңартылған құрамнан алып тастаған кезде ашуланады. Оның алдында Ганханды жеке сендіру міндеті тұр. Бұл мүмкін емес дерлік міндет, өйткені олар бұрын соңды ешбір корпорациямен жұмыс істемеген. Чжу Йен бұл туралы біліп, дер кезінде ауылға келеді. Өкінішке орай, Ганханның бас директоры Ан Чеболды жек көреді. Сондықтан Су Чжун Чжу Йенға өзінің інісі ретінде ыңғайсыз түрде таныстырады. Жақсы қыз бол. Кейінірек ол оның жол бойы оның соңынан ергеніне таң қалды. Ол кейде барын салуға жалғыз қалатынын, бірақ ағасының атағына қатты ренжігенін айтады. Оның айтуынша, оны жігітім деп атау одан да оғаш болар еді және бұл оны қандайда бір жолмен ашуландырады. Аннаның сүйіспеншілігіне ие болу үшін екеуі де үй шаруасымен айналысады. Су Цзан жанжал кезінде тайып кетеді, ал Чжу Йен оны құтқаруға тырысады, бірақ екеуі де шұңқырға суланып қалады. Бұл романтикалық комикстердегі классикалық оқиға. Қалаға оралған соң, Син Ван Ха Цинге жоспарын ойлап табу үшін барады. Оның орнына олар кітап оқуға алаңдайды. Соңында олардың әлі жоспары жоқ және олардың арасында біртүрлі атмосфера пайда болады. Ауылға оралғанда Эн Су Джун мен Чжу Йенді кешкі асқа шақырады. Ерлі зайыптылар ұрысуды тоқтата алмайды, әсіресе ашы Гарнирге байланысты. Чжу Йен оны Нуна деп атай береді. Бұл оны әбден ашуландырады. Бірақ Аннаны немересі шақырғанда, Чжу Йен баланы қаншалықты жақсы көретініне қатты әсер етеді. Су Чжун осы сәтті пайдаланып, Ган ханға сәнді болудың қажеті жоқ екенін, олардың тек отбасылары үшін гүлдену керек екенін көрсетеді. Кейінірек Су Чжун өзі де білмей, үйдегі қатты алкогольді ішеді. Чжу Йен мұны тым кеш түсінеді. Енді олар қайтып орала алмайды. Эн оларға түнеуді ұсынады. Эн ұйықтап қалғаннан кейін екеуі бірге жұлдыздарды тамашалауға барады. Су Чжун бала кезінде анасының жоқтығынан қорлық көргенін және үнемі өзін дәлелдеуге мәжбүр болғанын айтады. Чжу Йен мұны толық түсінеді, өйткені екеуі де оны басынан өткерді. Олар өздерінің қарғыс атқан алғашқы махаббаттары туралы әзілдеп, өзара жарақаттарына тост айтады. Ха Чин оларды шығарып салуға шақырады, бірақ Су Чжун күліп, Чжу Йенді Су Бин сияқты көретінін айтады. Ол өзіне ұнайтын жігіт емес, жай ғана басқа жігіт. Чжу Йен естіп, ренжігені анық. Кейінірек Чжу Йен еңкейіп, оны сүйіп, оны әлі де ер адам ретінде көрмейтінін сұрайды. Содан кейін ол оны қайтадан сүйеді. Су Чжун түні бойы ұйықтамай, бұл сүйіспеншілікті басынан қайта-қайта айналдырады. Ол қатты толқып тұрғаны анық. Ал Чжу Йен де ұйықтай алмайды. Таңертең ол оны серуендеуге шақырады. Бұл оған жағымпазданады, бірақ ол оны бұлай көрмегендіктен, оны ақырын қабылдамаудың жолдарын ойлап жатыр. Ол оны бұлаққа апарып, судың дәмін татуын талап етеді. Ол көңілді және жылы шырайлы, ал ол тайып бара жатқанда оны ұстап алады, бірақ оны кенеттен итеріп жібереді. Бұл оны одан сайын шатастырады. The Village'ге оралғаннан кейін бас директор Эн Йен сынмен серіктес болуға келіседі. Чжу Йен оның сеніміне кіру үшін өзінің шынайы болмысын оңаша ашқаны белгілі болды. Ол Йен соңға Гунхан ауруханасы мен инфрақұрылымдық жобаларға инвестиция салуға уәде береді. Бұл үлкен қадамдар. Үйге қайтып келе жатқанда, ол Су Чжунға күш жігері үшін алғыс айтып, оның ойнату тізімін қосуға болатынын сұрайды. Ол ән айтып жатқанда, ол оның ешқашан сүйісіп көрмегендей кейіп танытқанына ашуланып, үнсіз қалады. Олар келе салысымен, ол ақыры бұл туралы сөйлеседі, бірақ ол бұл қателік болды деп қолын бұлғайды. Бұл тірге ауыр тиеді, ал оның орнына ол оны ешқашан ер адам ретінде көрмегенін айтып, қолын шапалақтап, өз-өзіне кетеді. Бірақ ол одан бас тарта алмайды. Тіпті түн ортасында оған телефон соғады. Ол сүйіскені туралы ештеңе есіне түсірмейтіні белгілі болды және оның кінәсі олардың мас болып, телефон соғу үшін оны тастап кеткені деп ойлайды. Ол есеңгіреп қалды, ал ол оның еркек емес екенін айтқанына қатты ренжіді. Келесі күні ол еркекке ұқсауға тырысып, сыртқы келбетін толығымен өзгертеді және күйеуі жас болғандықтан Кваннан кеңес сұрайды. Ол бірден Ган ханға бірдеңе болды деп күдіктенеді. Ал Чжу Йен тереңірек қазып үлгермей қашып кетеді. Жұмыста ол үнемі Су Чжунның орнын басып, оны ерекше етіп көрсетіп,
бүкіл экипажына сәнді буфет ұсынады. Бастық драманың есін сезіп, Су Чжун шыңға жету жолында ұйықтап қалған болуы керек деп мысқылмен айтты. Су Чжун оның Чжу Енмен романтикалық қарым-қатынасы жоқ деп жауап береді. Және, әрине, ол бәрін қайтадан естиді. Ең сорақысы, Ха Джин дәл осы сәтте телефон соғып, Су Чжунға оны бірге әкелген адвокаты туралы айтып береді. Чжу Ен да мұны естиді. Үшінші соққы. Осы кезде Кван бомбасын тастайды. Оның әжесі ақыры Чжу Енді немересі деп таныды. Ол бұл туралы көпшілік алдында жариялауды жоспарлап отыр. Бірақ бұл жерде бір нәрсе бар. Ол оны марқұм ұлы сияқты, Йон Сун сияқты болады деп күтеді. Квон тіпті оған Чжу Еннің жұмыстан басқа өмірі жоқ екенін айтты. Ол Су Чжунмен өткізген барлық жағымды сәттерін есіне түсіре бастайды және оларды уақытты босқа өткізу деп атайды. Ол өзіне мұрагер болудың сирек мүмкіндігін жіберіп алмау керектігін айтады. Жұмысқа қайта оралғанда, Су Чжун гипотетикалық түрде Чжун Суға өзінің эмоционалдық күйзелісін түсіндіреді. Ол мұны тікелей көріп, жігіттің қызды ұнататынын айтады. Бірақ ол жай ғана бас тартудан қорқып, сүйісуді ұмытып, кеткендей кейіп танытады. Су Чжун Чжу Еннің қорқып тұрғанын ойлап жымиды. Бірақ содан кейін ол оны Ган ханмен келісімі үшін сыйлықақы беру үшін ғана шақырады. Сезім жоқ, тек бизнес, және бұл оған әсер етпейді. Үйде ол өзіне қарызға алған махаббат мангасын тауып алып, онымен бетпе-бет кездесуге қашады. Бірақ оны қағып алмас бұрын, ол түсінде оның сүйіскені ұнады ма деп сұрағанын көреді. Ол үрейленеді. Содан кейін ол шынымен есікті ашады. Ол оның қоқыс мангасына деген құмарлығына ренжіп, оның мәңгі бойдақ болатынын айтады. Содан кейін Ха Цзинмен соқыр кездесуге келісетінін айтады. Ха Джин мен Шинван лотереяны ұтып алғандай тойлайды. Шинван әлі күнге дейін мейрамханада қыдырып жүр. Ха Джин оған ғашық болады деп үміттенеді, бірақ олай емес. Шинван шығуға қарай бет алған кезде, ол Юн Хиге сүрініп кетеді, өкініп қалады. Ол оған аяқтағаннан кейін онымен бітетінін ашық айтады. Және оған дәл осындай жағдай Ха Джинге де қатысты екенін және оны жіберетін кез келгенін айтады. Су Чжун өзінің жігіті Чживумен соқыр кездесіп қалады. Бірақ ол Чжу Ен туралы ойлауын тоқтата алмайды. Бұл арада Чжу Ен де ол туралы ойлауын тоқтата алмайды. Екеуі де жұмыста өзін суық және ыңғайсыз ұстай бастайды. Сол күні кешке Чжу Ен әжесімен бірге рәсімге қатысады. Чживу Су Чжун мен Чжу Еннің көңіл күйін көтеруге келеді. Ол қайырымдылық сыйлығын алған кезде де ол мұны сезбейді. Гуридің мұрагері Су Чжунмен сырласқан арамза осында және оған көлеңке түсіреді. Чжу Еннің әжесі Чжу Ен ресми түрде оның мұрагері емес екенін және бұл атаққа ең тиімді мұрагер ғана ие болатынын айтып, түсінікті болу үшін араласады. Ол оның жетістіктерін құптап, олардың қарым-қатынасын көпшілікке жария етуге дайын екенін айтады. Гурим жігіті кейінірек оны мазақ етуге тырысады. Бірақ Чжу Ен оның бетіне шампанды бастық сияқты шашып жібереді. Бұл оның барлығына кім жанармай құйып жатқанын еске салады. Осы уақытта Су Чжун мен Чживу екінші кездесуге барады. Олар ең соңғы дүкенге барады. Ал Чживудың флирті өте тәтті болғанымен, ол мұны күлкілі деп санайды. Чжу Ен концерт бойы қыздың мен оны еркек ретінде көрмеймін деген классикалық фразаны айтқанын естігенше дірілдейді. Бұл оның жадын оятады. Ол кенеттен сүйгенін есіне түсіріп, дірілдеп қалады. Чжу Ен дүкенде өзінің концерттік костюмін киіп, Су Чжунды киім ауыстыратын бөлмеге сүйреп апарып, бұл оның онымен алғашқы сүйіскені екенін айтты. Жағдай шиеленісе салысымен қызметкер есікті ашуға тырысады. Су Чжун Чжу Енмен екінші кездесуде болса да, Чжу Енмен ажыраспағаны анық сияқты. Чжу Ен оған кездесудің ортасында қоңырау шалып, оның қайда екенін сұрайды. Содан кейін Чживу киім киіп жатқан кезде әлі де өзінің концерттік киімінде көрінеді. Чжу Ен ескертусіз Су Чжунды киім ауыстыратын бөлмеге сүйреп апарып, сүйісу туралы әңгіме бастайды. Дүкен қызметкері есікті ашпақ болғанда, жағдай тез ыңғайсыздана бастайды. Ал Су Чжун үрейленіп, жүгіріп шығып, жай ғана көйлегін жөндеп жатқанын айтады. Содан кейін Чжу Ен жасырын түрде жасырынып кету үшін назарын аударады. Толқып, күйзеліске түскен Су Чжун ақыры Чживудан бас тартады. Ол кеткеннен кейін Чжу Ен сүйісуді ұмытып кеткені үшін кешірім сұрайды. Бірақ ол өкінбейтінін анық айтып, Су Чжунды есеңгіретіп тастайды. Дәл осы сәтте Ха Джин қоңырау шалып, оған қашуға себеп береді. Бірақ сол түні Су Чжун Чжу Ен туралы ойлауын тоқтата алмады. Ол тіпті ерекше және жас адамға деген сезімі бар екеніне таң қалды. Чжу Ен да ол туралы ойлайды. Ол тіпті тәтті хабарлама жіберді. Ол жымиды. Сосын оны қызылға қалдырады. Мен суықпын. Осы кезде Ха Джин мен оның ата-анасы Су Чжун Чживуды неге тастап кетті деп таң қалды. Ха Джиннің анасы оны кездесуге көндіруді жалғастыруда. Ал Ха Джин кездейсоқ оның біреуге деген сезімі бар деп аузын ашты. Жұмысқа оралғанда Чжу Ен Су Чжунды іздеп жүргені анық.
бірақ ол одан белсенді түрде аулақ жүреді. Ол тіпті онымен кездесудің оң және теріс жақтарының тізімін жасай бастады. Спойлер туралы ескерту: оның кемшіліктері оның айдаһар татуировкасы және ойынға деген құмарлығы сияқты нәрселер. Содан кейін жағдай шиеленісе түседі. Өйткені Чжу Йен ресми түрде төраға Пан Ги Мунның немересі деп жарияланып, интернет жарылып кетеді. Кеңседегілердің бәрі, соның ішінде Бек мырза да таң қалды. Шындық Су Чонға қатты әсер етеді. Ол жай ғана қарапайым қызметкер, ал ол Чун Сонның мұрагері, және ол өз тізімін алып тастайды. Ақыры Чжу Йен оны бұрышқа бұрған кезде, ол оған бағыныштымын. Ал егер олар ұсталса, ол деп шындықты қатал түрде тексереді. Жұмыстан шығарылатын адам бұл оған ұнамайды, бірақ оның дұрыс екенін біледі. Басқа жерде Синхуан Хеджин туралы ойлауды тоқтата алмайды. Оның досы оны Сулуда кездестіруге тырысады, бірақ ол бас тартады. Өйткені ол Хеджинді ұятқа қалдырғысы келмейді. Ол оны алыстан бақылап, өзін төмен ұстаған болып шықты. Хеде оны сағынып жүр. Квон болса, Чжу Йеннің үлкен жаңалығына қуанып, бұл оны мұрагер болуға бір қадам жақындатады деп ойлады. Бірақ бұл жай ғана Чжу Йенға Су Чон мен компанияның бірін таңдау керек болса, бұл бәрібір зиян тигізетінін түсінуге мәжбүр етеді. Син Ван мас күйінде Ха Джин үшін жылап жатқанда, Чжу Йен бұл жолы мұны толық түсінеді. Кеңсеге оралғанда Чжу Йен сабырлы болуға тырысады, бірақ ол Су Чонға қарап тұра алмайды. Ол оған кездесуге барғанын айтады, бірақ кіммен кездескенін нақты айтпайды. Әрине, ер адам бәрібір келеді, бірақ оны отбасымен кешкі ас ішіп отырған жерінен ұстап алу үшін ғана келеді. Байектен келген жігіттер оны қарсы алады. Ол есепшотты төлейді. Кештің соңына қарай Су Бин оған оны ренжіту және сенің мәйітің классикалық сөздерін айтады. Ал Чжу Йен олай жасамаймын деп уәде береді. Су Цанның жүрегін жаралайды. Бірақ жағдай күрделене түседі. Өйткені оның қызметшісі кездейсоқ төрағаға Чжу Йен оның бөлмесін тазалауға рұқсат бермейді. Үйрен. Бірдеңе дұрыс емес деп күдіктенген төраға оған күтпеген жерден келуге шешім қабылдады. Осы уақытта Су Чжун Чжу Йенға түскі асты бүлдіргені үшін ұрысады және ол оған қаншалықты қатал қарайтынынан қорқатынын мойындайды. Дәл осы сәтте Кван үрейленіп пайда болады. Төраға жолда келе жатыр. Барлығы, соның ішінде Шин Ван мен Ха Чжин де оны тоқтатуға тырысады. Бірақ бұл жеткіліксіз. Чжу Йен мен Су Цанның бәрін жасыруға уақыты жоқ. Ол есікті ашқанда көзден таса болады. Кафедра меңгерушісі дұрыс жерде орналастырылған отбасылық фотосуретті тапқанша, оның кеңседегі ұқыпты жағдайын сатып алмайды. Ілмек, балық аулау сызығы және раковина. Ол ашуланып, Чжу Йеннің ұлын, әкесін сағынуға құқығы жоқ екенін айтып, оны өлімге кінәлап, фотосуретті сындырады. Кетер алдында ол Квонға оны одан да мұқият қарауды бұйырады. Ол кеткеннен кейін Су Чжон заттарды ретке келтіруге көмектеседі. Ал Чжу Йен оның хоббиі оның өмірінде қалған жалғыз қуаныш екенін және оның бұрын соңды жақсы көргендерінің бәрі оған айналуы керек екенін айтады. Өзінен басқа құпия. Ол енді оған деген сезімін жасыра алмайды. Су Чжон үйге терең ойланып оралады. Ал әкесі оның көзін төмен түсіргенін байқайды. Бірақ ол бұл оның ісі емес екеніне сендіреді. Ол Чжу Янмен өткізген барлық жағымды сәттері туралы ойлана береді және ақыры шешім қабылдайды. Ол оны іздеп жүгіреді де субұрқақтың жанынан көреді. Ол шынымен де оның әшкереленіп қалу қаупіне қарсы емес пе деп сұрайды. Ол иә дейді. Ол да оны жақсы көретінін мойындайды. Содан кейін олар бір-бірімен сүйісіп алмасады. Ал оның үйінің шатырында біз Чжу Йеннің қара айдаһар деп жазылған бір қорапқа тығылған заттарын көреміз. Чжу Йен мен Су Цан бір-біріне күлімсіреп, тыныш күледі. Ол оның қолынан ұстауға батылы бармайды, бірақ ол бастаманы өз қолына алады. Олар жеңіл желпі сөйлемдермен алмасып, шеңбер бойымен жүреді, бірақ олар өздерінің ортақ ойын тарихын ашуға жақындаған сайын бірдеңе немесе біреу олардың сөзін бөледі. Су Чжон олардың динамикасына сенімді емес, өз сезімдерін жасыруды немесе жасыруды жалғастырады. Олар ажырасқанда Чжу Йен қолымен рок-н-ролл қимылын жасайды. Ол күледі, ал ол оған жест тілінде бұл шын мәнінде мен сені сүйемін дегенді білдіретінін айтады. Кейінірек ол оған дәл осындай қимылмен селфи жібереді. Ол жай ғана жарқырайды. Басқа жерде бас директор Ли Хен Гонха Джинге жақындайды, бірақ ол романтика туралы кез келген идеяны үзілді-кесілді жоққа шығарып кетіп қалады. Сонымен бірге Шин Ван түлектердің кездесуіне барар алдында Ха Джиннің аккаунтына жазылудан бас тартады. Кейбір сыныптастары Ха Джиннің бұрынғы жігіті туралы өсек айтады және ол пайда болған кезде ол сабырлы түрде олардың жағдайы жақсы екеніне сендіреді. Синхуан екеуі бір мектепте оқитын болып шықты. Олар қызық адамдардан аулақ болу үшін төбеде бір-бірімен соқтығысып қалды. Онда Ха Джин өзінің бұрынғы жігіті туралы, оны өмір бойы білемін деп қалай ойлағаны туралы әңгімелейді. Бірақ олар үйленгеннен кейін ол оны бірден алдады. Шин Ван оған өзінің әрқашан шыншыл болғанын және оны тыныш бақылап тұрған Сулуда көргенін білетінін айтады. Ол онымен ұйықтағысы келетінін сұрайды. Ол тек олар кездесіп қалса ғана жауап береді. Ол оны сүйіп,
ойнақы түрде айтады. Содан кейін олар кездесуді бастау керек болады. Демалыс күндері Чжу Йен Су Чонға қонаққа барды. Бірақ Бек мырза оларды байқап қалып, оны алыс сылтаумен ішке сүйреп апарды. Су Бин пайда болған кезде жағдай нашарлай түседі. Ол абдырап қалған Чжу Йенға көлеңке түсіруді жалғастыруда. Ол кетіп бара жатқанда Су Бин Су Чонды өзінің жеке өміріне немқұрайлы қарағаны үшін ұрсады. Тіпті төраға Банның оған су мен ақшаны нағыз драма стилінде лақтырып жатқанын елестетеді. Су Чон мұны жоққа шығарады, бірақ ол оның ренжігенін қаламайтынын мойындағанда, ол қатты әсер етеді. Кейінірек кездесуді күтіп тұрғанда Чжу Йен Кваннан неге оған көмектескенін сұрайды, бірақ ол мұны жоққа шығарады. Оның орнына оның төраға лауазымына ең жақсы үміткер екенін айтады. Тыйым салу, бірақ мен оған қателесуді доғару керектігін ескертемін. Осы кезде Синхуан Ха Цинден неге олар туралы пікірін өзгерткенін сұрайды, және ол жағдайды қиындатуды ұнатпайтынын айтады. Олар бір-бірін жақсы көреді. Олар бақытты және бұл жеткілікті. Ол келіседі. Дүйсенбіде Су Чон мен Чжу Йен алғаш рет ерлі зайыптылар ретінде жұмысқа кіріседі. Олар ұсталып қала жаздаған сайын, ол басқалардың көзінше оған айқайлап жатқанын жасырады. Осыған байланысты ол дірілдей бастайды және ол түзетуге тырысады. Шерифтің көмекшісі Янг Су Чонның соқыр кездесулері және оның жетілген еркектерге деген ықыласы туралы айтып, білмей драма қосады. Ал Чжу Йен кек алу үшін оны ұсақтағыш қызметіне тағайындайды. Сол күні кешке Су Чон Ха Джин мен Син Ванның кездесіп жүргенін естігенде аң-таң болды. Олар сөйлесіп жатқанда қарт ерлі зайыптылар Чжу Йеннің сүйкімді және мейірімді қыздарды жақсы көретіні туралы әзілдейтін. Су Чонға ұнамайтын нәрсенің бәрі оны ренжітеді. Екі сату тобы дауласып жатқанда жұмыстағы жағдай шиеленісе түседі. Чжу Йен араша түсіп, барлығын тыныштандырып, Су Чонның жұмысын мақтайды. Бірақ бәрі кетіп бара жатқанда, бастығы оны тағы да онымен ұйықтады деп айыптайды. Олардың алғашқы шынайы кездесуінде Чжу Йен өзінің қалағанын кие алмайтынын түсінеді. Су Чон әлі күнге дейін Чиболдың келбетіне сәйкес келетін киімдерді таңдап, жағдайды құтқарады. Ол оның қарым-қатынасын жасырмағанын қалайды, бірақ ол бұған жақсы. Бірақ ол бір кездері бірге ойнаған әнін ойнағанда оның көңіл күйі өзгереді. Ол оған бұл туралы айтады және ол қызғана бастайды. Өйткені оның алғашқы махаббаты әлі күнге дейін оның жадында сақталады. Ол күледі, бірақ ол оны өткенді ұмытып, сол әнді оларға арнауға көндіреді. Кейінірек Чжу Йен олардың тұсаукесеріндегі суреттерге сүйсінеді. Бірақ Синхуан пайда болып, Су Чонның жұмбақ қыз екенін түсінгенде оның қуанышы тез сөнеді. Кейінірек Су Чон клиентпен ұрысып қалады, бірақ Чжу Йеннің бұл мәселені шешіп қойғанын біліп, оған қатты әсер етеді және ол оны бұл туралы мазақ етеді. Квон кетіп бара жатқанда оның қызарғанын байқап, олардың есеп беру кездесуі қанша уақытқа созылғанына күдіктене бастайды. Син Ван Ха Джинге Чжу Йен мен Су Чон туралы айтып береді. Ол шошып кетті, бірақ ол бәрін бүлдіргісі келмейді, өйткені олар шынымен бақытты көрінеді және олар ешқашан барлық шындықты білмейді деп үміттенеді. Сол күні кешке Чжу Йен Су Чоннан ескі манга іздеуді сұрайды. Оған бару үшін сылтау табу үшін ол күліп, шатырында жасырылған қораптарды ақтарады. Бірақ ол пайда болған кезде көңіл күйі өзгереді, өйткені ол ренжіген анық. Ол алқасын көтеріп, оның шынымен қара айдаһар екенін сұрайды және бұл 15 жыл бұрын оған үйленуге ұсыныс жасаған кездегі алқа. Су Чон мен Чжу Йен ақыры өздерінің өткен ойындары туралы ортақ тіл тапты. Ол оған манга береді. Содан кейін ол өзін қатты сезініп, үйге қайта жүгіреді. Біз ойша отбасының қаржылық мәселелеріне байланысты қорлық көрген жас Су Чонға қайта ораламыз. Ал бұзақы жарақат алған кезде оны кінәлайды, ал Бек мырза кінәні өз мойнына алады. Бірақ Су Чон өзінің отбасы үшін мықты болу керек деп шешіп, төзімділікті таңдайды. Қазіргі уақытта ол ешқашан қара айдаһардан басқа ешкімге сенбейтінін түсінеді. Бұл арада Ха Цзин мен Синхуан бір бетте екенін білмей, қарым-қатынасты жақсартуға тырысады. Осылайша ерлі зайыптылар жағдай нашарлағанға дейін бәрін мойындай алады. Су Чон Чжу Йеннің орта мектепте оқып жүргеніне ашуланбайтынын және дәл осы өтірік ренжітетінін мойындады. Ол кімге ғашық болғанын, нағыз 15 жасар жігітке немесе ол кейіп танытқан жалған 22 жасар жігітке сенімді емес. Син Ван Дилдал рөлін ойнауға тырысады, бірақ Су Цзан олардың кездесуін жалғастыра алмайтынын айтып, өз ұстанымын берік ұстанады. Чжу Йен өздерінің ұятты махаббат хикаяларын бірге өмір сүре аламыз деп ойлап, депрессияға түседі. Бірақ Ха Чин Су Чонды тікелей көріп, оның ескі жаралардан қорқатынына сенеді. Келесі күні Чжу Йен жұмыста сабырлы болуға тырысады, бірақ онымен бетпе-бет келеді. Ол оның өзгергенін көреді деп үміттеніп, кешірім сұрайды. Бірақ ол орнынан қозғалмаған соң, ол оны жүрексіз деп атайды. Ол өзгермеген болса, оның өзгергеніне неге сену керек деп жауап береді. Чжу Йен ашуланып, Синхуанмен бірге ішіп, ақыры оның өтірігі оны қаншалықты ренжіткенін түсінеді. Содан кейін интернетте оның Бек отбасымен кешкі ас ішіп отырған суреті, сондай-ақ Су Чонның оған үйленетіні туралы ашық қауесет пайда болған кезде сюжет күрделене түседі. Кеңсе өсек аяңға толы.
ал оның бастығы ерекше қобалжыған көрінеді. Чжу Йен неліктен Кванмен бетпе-бет келгенін түсіндіруге тырысады, бірақ әжесі оны сатып алмаған және Су Чонды жұмыстан шығаруды талап етеді. Чжу Йен мұны тоқтату үшін араша түседі, бірақ ол кеткен бойда төраға Пан Кванға бұрылып, кінәні өз мойнына алуды бұйырады. Қарсыласу туралы естігенде уайымдап, Су Чун Чжу Йеннің жағдайын тексереді. Бірақ ол оның дос емес екенін, біз енді бірге емес екенімізді еске салып, оны салқын түрде сілкіп тастайды. Ол оның кенеттен алыстап кеткеніне таңғалды. Сол түні нөсер жаңбыр жауып, Су Чун қолшатыр сатып алуға жүгіріп шықты. Бірақ Чжу Йен туралы, олардың бірге шырқаған әні туралы, оның қазіргі уақытта өмір сүруін сұраған сәті туралы ойлауды тоқтата алмады. Менің көз жасым төгіле бастады. Ал байектен келген ер адамдар оның кенеттен бұзылуынан абдырап қалды. Су Бин Чжу Йенмен бетпе-бет кездескісі келеді. Бірақ Су Чун өз өмірін қиғанын мойындап, бек мырзадан күштірек бола алмағаны үшін кешірім сұрайды. Осы уақытта кеңсеге оралғанда Чжу Йен қолшатырды сабырлы түрде көтеріп, оған қарай бет алды, бірақ өзін тоқтатты. Келесі күні таңертең жұмыста шиеленіс атмосферасы орнады, бірақ шерифтің көмекшісі Ян мұны бата ретінде қабылдайды. Бәлкім, қазір қауесет ақыры басылатын шығар. Сол жерде Суода Син Ван тағы да өз ісіне кірісіп, тазалық жұмыстарын жүргізіп жатыр. Ха Джин өзін кінәлі сезінеді, бірақ ол талап етеді. Ол мүмкіндігінше тезірек оның жанында болғысы келеді. Екеуі де Чжу Йен мен Су Цзаңға алаңдайды. Әсіресе қауесеттер әлі де жалғасып жатқанын ескерсек. Күндер өтіп жатыр. Екеуі де жақсы жұмыс істеп жатқандай кейіп танытып, өмірлерін жалғастыруға тырысады. Бірақ олай емес. Бір күні кешке ол оның ұйықтап жатқанын байқап, өзін ұстай алмай, басын иығына ақырын қойды. Келесі күні Чжу Йен кеш келді. Денсаулығы нашар екені анық. Су Чон мұны жұмыстағы уайым деп ойлап, Кваннан оның қайда екенін сұрады және оның тамақ ішпегенін немесе демалмағанын естігенде шошып кетті. Одан да сорақысы, басқарма төрағасы оның ауруына байланысты компанияға қауіп төндіретінін білсе, ашуланар еді. Бұл арада аяғынан әрең тұрған Чжу Йен бәрібір жұмысқа кетуге тырысады. Су Чон бұған араласпауға тырысады, бірақ оның жүрегі жаулап алып, үйіне қарай жүгіреді. Квон мұны көріп, төраға Пангты шақырады. Су Чон келіп, еденде ес-түссіз жатқан Чжу Йенді тауып алады. Ол оны көрпемен жауып, кешірім сұрайды. Ақыры оның кінәсін, ауырсынуын мойындайды. Ол оянып, оның кетуіне жол бермейді және оны жақсы көргені үшін алғыс айтады. Ол бір сәтке де өкінбейді. Ол оны әлі де жақсы көретінін мойындайды және олар сүйіседі. Содан кейін Чжу Йен жұмыстан шығарылғаны туралы хабарлама алады. Ал бүкіл кеңсе үнсіз үстелдің тазаланып жатқанын бақылайды. Су Чжун мен Чжу Йен толыққанды ерлі зайыптылар режимінде. Олар бір-біріне жабысып, бастары айналып, бір-бірін жіберуден бас тартады. Олар бірге ұйықтап қалады. Ал келесі күні таңертең Су Чун жасырын түрде үйіне қайтуға тырысады. Бірақ әкесі оны ұстап алады. Бірақ ол ұрысудың орнына оның бақытты болғанын қалайтынын айтып, оны шынайылығымен таңғалдырады. Алайда олардың қайта қосылу бақыты ұзаққа бармайды. Чжу Йен ресми түрде жұмыстан шығарылды. Төраға оның Су Чанды тастап кеткен суреттерін көріп, ашуланады. Квон олардың арасында ештеңе жоқ деп, оларды жауып тастаған екен. Ол отставкаға кетеді, бірақ кетер алдында Су Чонға өзі сияқты біреудің Чжу Йенға қолдау көрсеткеніне қуанышты екенін айтады. Чжу Йен әжесінен оған тағы бір мүмкіндік беруін өтінуге тырысады, бірақ ол оны салқынқандылықпен кемшілік деп атайды. Мұны түсіну өздігінен пайда болады. Ол ешқашан оның стандарттарына сәйкес келмейді. Су Чон кіріп, төрағаға есеп бермекші болған кезде, ол Чжу Йеннің сынған күйде шығып бара жатқанын көреді. Ол көлігінде жалғыз жылап жатқанда, Су Чун оны үнсіз күтіп тұр. Сонда да жақсылықсыз ход жоқ. Оларға енді жасырынудың қажеті жоқ. Олар кездесуді жоспарлап отыр. Ал Су Чун тіпті оның концерттерінің біріне баруға келіседі. Бұл арада Шин Ван уайымдайды, бірақ Чжу Йеннің Су Чунмен бірге екенін естігенде көңілі көтеріледі. Анасы оның күлгенін көріп, оның кездесіп жүргенін біледі. Бір кезде ол оған бүкіл өмірін Ха Джинмен өткізгісі келетінін айтады. Чжу Йен Кванмен кездесіп, оның бәрін білетінін, бірақ оның бақытын қорғау үшін үндемейтінін біледі. Олар достық қарым-қатынаста ажырасады. Ол қазір жұмыссыз. Ол Су Чонның үйінің айналасында қыдырып, Су Бинге тап болады. Кешкі ас кезінде олар төбелесіп қалады. Ал Чжу Йен Су Чонның екі ақ рет, бір рет қара айдаһар үшін және бір рет ол үшін жылағанын біледі. Жағдайды түзеткісі келген Чжу Йен Бек мырзаға кездейсоқ тапсырмаларды орындауға көмектесе бастайды. Бұл оның күлкісін тудырады. Бек мырза ашылды. Ол Су Чон үшін бұдан артық жұмыс істей алмайтынына қынжылады. Чжу Йен енді оны ешқашан ренжітпеуге уәде береді. Корпорацияға келетін болсақ, төраға жаңа директор Пак Чжи Чолды тағайындайды және үнсіз Су Чунды жұмыстан шығаруға бұйрық береді. Үйге келген соң
Чжу Йен бекке тамақ әзірлеп жатыр. Бұл оларға қатты әсер етеді. Жігіттер оның қасында кім ұйықтайтыны туралы дауласып, үшеуі де колледжде бірге оқитындар сияқты қонақ бөлмеге жайғасады. Су Цзан мұны сүйкімді деп санайды және оған жасырын түрде шатырда кездесуге ұсыныс хат жібереді. Ол өзінің компьютерлік құрастырулары туралы айтады. Ол оны мазақ етеді және олар түнді бірге манга оқумен өткізеді. Келесі күні таңертең Чжу Йен оны ертіп барады және оны енді ешқашан көзіне жас алмауға ант береді. Ол күлімсіреп кетіп қалады, бірақ бәрі өзгеріп, Су Чун техникалық бөлімге ауыстырылады. Оның есі болса да, ол Чжу Йенмен кездесіп жүргенін ашық мойындайды және өзінің жаңа жұмысына сабырлы. Оның бұрынғы бастығы таңқаларлықтай өзін нашар сезінеді. Тіпті ол Су Чонды ұнатпауы оның жұмыс этикасына деген қызғаныштан туындағанын мойындайды. У Шеван мен Ха Джиннің өз хаосы бар. Ха Джиннің бұрынғы әйелі Со ханыммен қайта қауышамын деп қайтып келеді, бірақ Ха Джин шай төгіп тастайды. Ол оны алдады. Со ханым оны ұруға тырысады, бірақ оның орнына білегін созады. Шин Ванг бұрынғы жігітін қуып жібереді. Кейінірек ауруханада Ха Джиннің ата-анасы оны кінәлағаны үшін кешірім сұрайды және ол Шин Ванмен кездесіп жүргенін айтады. Бірақ анасы үйлену тойын жоспарлай бастағанда бірден өкінеді. Бұл арада Чжу Йен Су Цзанға қатысты бірдеңе дұрыс емес екенін сезіп, күнін бұлыңғыр елестетеді. Төраға ақыры онымен сөйлескен болып шықты. Су Цзан Чжу Йеннің қайтып оралуға лайық екенін айтып, кетуден бас тартады. Ол төрағаға ешбір мұрагер ешқашан немересі сияқты көп жұмыс істемейтінін және компанияны жақсы көрмейтінін айтады. Чжу Йен ақыры оны техниктің формасында ұстап алады және оның ол үшін осының бәріне шыдайтынына ренжігені анық. Бірақ Су Цзан бұған көз жұмады. Ол мұны өзі үшін және оны жақсы көретіндіктен істеп жатыр. Сол күні кешке Шин Вон Сулуға керемет сыйлықтар әкелді. Ол қауіпсіздік пен камералар туралы сөйлесе бастады. Бұл Ха Джиннің өзін жайсыз сезінуіне себеп болды және ол одан қатты уайымдауды доғаруын өтінді. Бірақ ол бас тартты. Ол бәрімен бетпе-бет кездескісі келеді. Ол күйзеліп кетіп қалды. Ақыры, жаңарту жобасы бойынша іскерлік келісімге қол қою рәсімі басталғалы жатыр. Төрағаны шақырып алып, Чжу Йен кіріп келеді. Ол өзін жаңа директор ретінде таныстырып, алаңсыз және жиналған күйде. Хана Ситимен іскерлік келісімге қол қою кезінде Чжу Йен директор Пак Житолдың көлеңкеде ғана емес, сонымен бірге қала әкімімен және тізе дейін балшықпен, алаяқтықпен байланысты екенін біледі. Чжу Йен әжесі доп ойнамаса, бұл істің қақпағын жұлып аламын деп қорқытады. Ол келіседі, бірақ бір шарт қояды. Жаңарту жобасы сәтті болуы керек. Егер ол сәтсіздікке ұшыраса, Су Чон бөксесін тепкілейді. Ал Чжу Йен өз еркімен отбасынан да, мұрасынан да бас тартуы керек. Ешқандай қысым жоқ, солай ма? Бірақ Чжу Йен мен Су Чжун тәуекелге бел буып, оның мұрагер болуға лайық екенін бір жола дәлелдеуге келіседі. Команда Су Чунның жұмысқа қайта оралғанына өте қуанышты. Чжу Йен сөзбе-сөз жарқырайды, бірақ ол өзінің толқуын жасыра алмайды. Ол қайта ашылу кезінде қарақшылар патшасы қалқымалы іс шарасы өтетінін білгенде, жағдай одан сайын қыза түседі. Түскі ас кезінде Чжу Йеннің салқыны толығымен буланып кетеді. Ол олардың қарым-қатынасын мүлдем жасырмайды және кішкентай қалта компьютері сырғып кетеді. Мұны жасыру үшін ол дүрбелеңге түсіп, күтпеген жерден ұсталған шерифтің көмекшісі Янды тамақтандырумен аяқталады. Бірақ бұл бәріне ұнай бермейді. Кейбір әріптестері Су Цзанның өмірі қазір ол Чи Илмен кездесіп жүргенде торт серуеніне айналған болуы керек деп сыбырлай бастайды. Ол алдымен оны сілкіп тастайды, бірақ бірте-бірте инъекциялар ауыра бастайды. Кейінірек ол сөзін аяқтап жатқанда Чжу Йен оған қарақшылар патшасын таңдағаны үшін алғыс айтты. Ол оған Тоган үйдің тұлыптары туралы айтып берді. Оның ата-анасынан қалған жалғыз нәрсе. Кенеттен бұл аниме ол үшін одан да көп нәрсені білдіре бастады. Басқа жерде Синхуан әлі күнге дейін Ха Джин туралы ойлайды. Ол да өз ойына батып, оны сағынғаны анық. Жоспарлау қарқын алған сайын Су Чжун Чжу Йенға қарақшылар патшасын жасаушымен суретке түсуді ұсынады. X1 жиналысқа қосылып, оларды басқа уақытта PDA-ны көріп отырған жерінен ұстап алады. Бірақ оның иегі ауырса да таң қалады. Чжу Йен бұл туралы ашуланады, ал X1 оны жай ғана мазақ етеді. Тіпті бас Кван да көңіл көтеруге қосылып, Чжу Йенға өзінің әзіл қалжыңымен таң қалдырады. Кейінірек Ха Цзинмен кешкі ас үстінде Чжу Йен мен Су Чон абдырап қалды. Ха Джин Синванның жағдайынан да бейхабар. Ол ажырасу туралы қайғылы түрде айтып, бұрынғы жігіті оны қайтадан сену үшін тым күйзеліске ұшыратқанын айтты. Су Цзан оған ақырын ғана Син Ванға сенгісі келетіні махаббат екенін айтады. Бұл арада Чжу Йен өзіне тым көп қысым жасайды. Ал Су Чон мұны байқайды. Кван әжесімен келісім жасасқанын айтты. Ал Су Чон қатты ашуланды. Бірақ Чжу Йен өкінбейді. Ол сенің көрінгеніңді қалаудың қаншалықты ауыр екенін біледі және оның барлық істерінен кейін жұмыстан шығарылуына жол бере алмады. Ха Джинге оралғанда сенім туралы сөздер оның санасында жаңғырады. Тіпті клиенттер Шин Ван туралы сұрап,
оның оған қаншалықты жақсы болғанын атап өтеді. Бірақ көтеріңкі көңіл күй ұзаққа бармайды. Big Forest сауда орталығының бас директоры Ким Ми Чон Су Чонды жұмысқа алмақ болып бізге кіріп келеді. Ол Су Чон қанша еңбек етсе де, адамдар оның жетістігі әрқашан Чу Йеннің еңбегі деп ойлайтынын ескертеді. Чу Йеннің өз проблемалары бар. Ол ыстық сорпамен біреуді қағып кетпеу үшін баланы тоқтатуға тырысады, бірақ бала құлап жылайды. Ата-анасы есінен танып қалады. Драмалық режим. Тек құлауды бейнелейтін бейне желіге тарап жатыр. Бас тарту мәдениетін қолдаңыз. Орындаушылар, демеушілер және тіпті қарақшылар патшасының авторы көрсетілім қайта басталардан 3 күн бұрын бас тарта бастайды. Бәрі қауіп төніп тұрғанда Чу Йен жиналыс шақырады және қара айдаһар шын мәнінде қарақшылар патшасының ең үлкен демеушісі екені анықталды. Чу Йен сериалға деген шынайы сүйіспеншілігіне тәнті болған автормен кездесіп, Чу Йенға тыйым салғанын сұрайды. Өткенге көз жүгіртсек, біз Су Чонның авторға бұрын барғанын және Чу Йеннің құмарлығы туралы дәл осындай жүрекжарды сөз сөйлегенін және бұл із қалдырғанын көреміз. Қазіргі уақытта Чу Йен Су Чонға алғысын білдіреді. Ол өзін ауыртпалық сезінеді. Үнемі оның көмегіне мұқтаж болып, оның өмірін қиындатады. Бірақ Су Чон оны олардың команда екеніне және бір-біріне сене алатынына сендіреді. Сол күні кешке Чу Йен жала жабу науқанының артында Пак Чи Чхол тұрғанын біледі. Ол сондай-ақ Су Чонның телефонындағы бас директор Ми Чонның қоңырауын байқайды және бұл кездейсоқтық емес деп күдіктенеді. Бұл ақыры өзгерді. Өйткені қарақшылар патшасының авторы Чу Йенға көпшілік алдында қолдау көрсетіп, тіпті Кореядағы жанкүйерлермен алғашқы кездесуін өткізуге келіседі. Тіс дәрігерінің қабылдауында Шинвонның даналық тісінің кесірінен иегі ауырған анықталды. Ол кетіп бара жатқанда Ха Джин келіп, онымен бірге болғысы келетінін, бірақ қорқатынын айтып кешірім сұрады. Шинвон оны әлі де жақсы көретінін мойындады. Бірақ егер ол сызықты кесіп өтсе, оны итеріп жіберемін деп қорқады. Ол, өкінішке орай, олар сәтсіздікке ұшырайды деп шешіп кетіп қалады. Ашылу күні хит болды. Чу Йен өзінің фандомына көпшілік алдында иелік етеді, ал әжесі ашулы. Бірақ ол оған жасырынудан жалыққанын ашық айтады. Егер жоба сәтті болса, оған қазір істеу керек жалғыз нәрсе Су Чонды сақтау. Оның орнына ол оны жұмыстан шығаруы мүмкін. Сыртта журналистер Су Чонды оның қарым-қатынасына байланысты тұтқиылдан ұстайды. Чу Йен араша түсіп, оны қорғайды. Осы уақытта Бек мырза репортажды көріп, үйдегілердің бәрі Су Чонды мансап сатысына махаббаттың арқасында көтерілді деп ойлап, мазақтай бастайды. Ол өзін жақсы деп санайды, бірақ әкесі оны тікелей көреді. Бұйрық бойынша Ми Джонг оған SMS жазып, жарасына одан да көп тұз себеді. Тыныш түнгі кездесу кезінде Чу Йен бірдеңе дұрыс емес екенін сезіп, егер бұл өте қиын болса, кетіп қалуы мүмкін екенін айтады. Су Чон үндемейді, бірақ бұл үнсіздік көп нәрсені айтады. Чу Йен кездейсоқ топтың Big Forest Mall сауда орталығының Су Чонды ақш-тағы филиалына қалай тартып алмақ болғанын талқылап жатқанын естіп қалады. Бірақ олар оның шыңға көтерілгені туралы қауесетті көтергенде, оның көңіл күйі нашарлайды. Бұл оған қатты қысым жасайтын біреумен ұйықтады. Жылдам алға, Чу Йен Су Чонға егер ол қаласа, үлкен орманға бару керектігін айтады. Оның ақшта болуы және оның бір жола кетіп қалуы оған мән бермейтін сияқты. Су Чонның оған мән бермейтіндей әрекет еткеніне ашуланғаны анық. Ол оған салқынқандылықпен қарай бастайды және оның елесіне айналады. Жұмыстан бір күн өткен соң, Синван өз сезімін баса алмайды. Ал Чу Йен оған дөрекі шындықты айтып, Ха Джинді батыл, ал Синхуанды қашып кеткені үшін қорқақ деп атайды. Бұл оған қатты соққы береді. Кейінірек Чу Йен басын тырнап қалды. Ал шерифтің көмекшісі Ян ол дұрыс емес нәрсе жасады ма деп ойлады. Чу Йен полиция бастығы Кванмен байланысқа шықты. Ол оны ауызша сүйреп апарды. Ол Су Чонның қайдан келгенін түсіндірді, бірақ бұл оны одан сайын шатастырды. Ол олардың штаттарға бірге баратыны айтпаса да түсінікті деп ойлады. Содан кейін бәрі өзгерді. Су Бин оған Су Чон өзінің барлық қара айдаһар қораптарын үйіне алып кеткенін ескертті. Ол үрейленіп үйіне қарай жүгіреді. Оның пәтерінде оның барлық сүйікті балалар ойыншықтары, мангалары, кейіпкерлерінің фигуралары ілулі тұрғанын көреді. Қалауыңызша, ол оған тосын сый жасағысы келгені белгілі болды. Сондықтан ол елеске айналды. Ол тіпті қарақшылар патшасы шабыттандырған тағам жасады. Ол тұз бен қантты араластырғанымен, оны бәрібір жеп қойды. Ақырында олар әңгімелесіп қалды. Ол басынан бастап онымен бірге ақш-қа баруды жоспарлағанын айтты. Бірақ алдыңғы түні Су Чон Ха Цинмен шын жүректен сөйлесті және бәрі өз орнына келді. Ол қалуды шешті. Ол өсек үшін қашып жатқан жоқ. Оның мұнда жақсы көретін адамдары бар және алда жақсы күндер күтіп тұр. Осы уақытта Синхуан мас күйінде Ха Чинге қоңырау шалып, анда-санда хендсфри арқылы сөйлесіп, оны жақсы көретінін және қорқақ болғанына өкінетінін мойындайды. Ол да оны жақсы көретінін айтып айқайлайды. Бұл оның мейрамханасының келушілерін қол шапалақтап, одан сайын ұятқа қалдырады. Келесі күні ол оны кешіргені үшін алғыс айтады және олардың бәрі күледі. Чу Йен мен Су Чон туыстарының бейіттерін зиярат етіп, нәзік, шынайы сәтті бастан өткеруде. Ол әжесі оны бос жатқан жерінен ұстап алады деп қорқатынын айтады. Әжесі туралы айтқанда, ол бас Кванмен бетпе-бет келіп, Чу Йен өзінің әлеуетін босқа жіберіп жатқанына шағымданады. Ол махаббаттың әлсіздік екенін айтады. Кван бұған тез көз жұмып,
махаббат адамдарды күштірек ететінін айтады. Чжуен тозақтан өтті, бірақ бәрібір бізбен бірге болды. Ол әжесінен қайғысын мойындауын және оны сыртқа шығаруды доғаруын сұрайды. Осы уақытта біреу Шин Ван мен Ха Джиннің қоңырауы туралы хабарлайды. Ол вирусқа айналып, оның мейрамханасы келушілерге толып жатыр. Басқа жерде әжесі оның үйіне келіп, өзгеріске таң қалады. Ол отбасылық суретті көреді, ал жүрегіндегі мұз ақыры жарылып кетеді. Чжуен кіргенде олар ақыры татуласады. Ол кешірім сұрайды. Ол ренжіп, дұрыс емес адамға секірді. Кеш болды, бірақ ол оған әрқашан қасында болғаны үшін алғыс айтады. Су Чжончжу Йенға қонаққа барады және олардың азапты ойын өткені әлі де әсерлі тақырып болып қала берсе де, олар келісімшартты бұзады. Өйткені ол жасырынудың қажеті жоқ екенін және оған енді жұмыс қауіпсіздігі қажет емес екенін түсіндіреді. Кейінірек топтық караоке кезінде біреу 15 жыл бұрынғы Чжу Йеннің үйлену туралы ұсыныс атты ескі әні конфессияны таңдайды. Бірақ Су Чжон оны қорланғанын сезіп, бірден өзгертеді. Бұл Чжу Йеннің дірілдеп, сезімін рок балладаларға батыруына себеп болды. Ол күліп, жасөспірім Чжу Йеннің онша жаман болмағанын мойындайды. Үйге қайтып бара жатқанда, ол кездейсоқ оның ол туралы айтқан дауыстық жазбаларын естіп, өзінің жеке жазбаларын қалдырды. Ол оның да керемет екенін айтты. Осы уақытта Су Чжон өзін өзі тану бойынша шағын саяхатқа шығады. Чжу Йеннан шабыттанып, өзіне ұнайтын нәрсені табуға тырысады. Мангадан бастайды және қызыл түспен аяқтайды. Сурет салуға және тоқуға тырысады, бірақ тітіркенумен аяқталады. Оның көңілін көтеру үшін Чжу Йен топтық пикник ұйымдастырады. Ауылдағы ойындар мен бейберекетсіздіктердің арқасында Су Чжон екеуі әдеттегі бәсекелестік ырғағына енеді. Синхуан Ха Цзинге өзінің қорқынышы мен күдігін өзіне қалдыра алатынын, бірақ олар бірге олардан құтылатынын айтады. Ол келіседі де, оны құшақтап, олардың кішкентай келісімін бектеді. Кейінірек Шин Ван Йен соңғы тастап, Ха Цзиннің іскер серіктесі болуды шешеді. Чжу Йен есеңгіреп қалды, бірақ Шин Ван ас үйдегі өмірді жақсы көреді. Қазір Йен сынның жасырын акционері болып табылатын Бек мырза кейбір ақылды жинақтарының арқасында әжесімен сөйлескісі келеді. Бірақ ол кешірім сұрап, одан озып кетті. Чжу Йен директорлар кеңесінде ресми түрде қызметке кірісіп жатыр. Кейінірек олар Чжу Йеннің сүйікті тобы Крекшат концертіне барады. Вокалист оларды күннен қорғайтын көзілдірік дүкенінен таныды. Бұл керемет. Олар кетіп бара жатқанда, Су Чжон өзін шынымен бақытты сезінгенін мойындады. Мүмкін оған хоббидің қажеті жоқ шығар. Тек осындай сәттер керек. Су Чжон бөлім бастығы лауазымына көтерілді, бірақ кеңседе ол жоғарыға көтерілгенше ұйықтап жатыр деген қауесет көбейіп кетті. Әйел бастық ақыры сөйлеп, кешірім сұрады және Су Чжон сияқты ерте тұрмағанына өкінетінін айтты. Басқа жаңартуларда Су Бин өрт сөндіруші болады, ал Пакс жеңісті тойлайды. Олардың концертінен кейін Чжу Йен бірнеше жыл бұрын бас тартқан салпыншақ алқасын тауып алады. Шығуға қарай бет алған олар орта мектептің 1-2 оқушысының көпшілік алдында ұсыныс жасап жатқанын байқайды. Олар өздерінің қаншалықты өскендеріне күледі. Бұл жолы Чжу Йен оған нағыз гаухар тасты алқа сыйлады. Ол келіседі. Сериал монтажбен аяқталады. Онда олар бір-біріне толық гол соғады. Су Чжон тағдырдың не істеп жатқаны туралы ойлайды және оның қараңғы өткені оны махаббатқа жетелегеніне қуанышты. Егер сізге бұл қысқаша мәлімет ұнаса, лайк түймесін басып, көбірек